Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күн қадір түні. Өзіңіздің тілеген армандарыңыз орындалсын деп тілеймін. Бүгін біз чебуреки жасаймыз. Чебуреки жасағанда мен мұнда бәрін висыға қойып сізге көрсетіп жасап жатырмын да, судың қаншалықты кетуін керек екен. Если висы болмаған жағдайда сіз былай істейсіз. 500 грамм есе ұн қоссаңыз, 250 грамм су қосасыз. 250 грамм судың 1%-ін ғана май құясыз. 1%-ін ғана. 25 грамм болады. Осыларды араластырып, тұзбен араластырып, қайнаған суға тұзды араластырып, осыған саласыз, үйіп аласыз, жақсылап ұзағынан, салфанға салып 1-20 минутқа қоясыз. Сол ортада сіз жусайыңызды, қаласаңыз фаршыңызды дайындасаңыз болады. Фарш жасайтын болсаңыз, онда жаңағы жақсылап майдалап пиязды турау керек. Мен мұнда только жусайды ғана жасадым. Жусаймен жұмыртқа, қайнатылған жұмыртқаны жасадым. Байқасаңыздар, мен мұна ыдысқа қатты ұрып алдым. Бұлай саусақтарыммен да. Сол кезінде жұмыртқа сынады, бізге ашуға оңай болады. Айтпақшыдай, менің каналыма лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар, комментарий жазып, достарыңызға жіберіңіздер, келіншектеріңізге. Осылай майдалап турайсыз, араластырып, қаласаңыз бұқтырып алуға болады жусайды. Мен бірақ оны жасамадым. Бұл өйткені үйге болғаннан кейін, сіздерге видеоға түсіргеннен кейін перчатка кидім, қарап отырсаңыздар. Атак негізі бұл чебуреки өзім жеуге жасалып жатыр. Осыны полностью араластырамыз да, тұз саламыз да кішкене. Жасаймыз. Міне уже 20 минуттың өзде өте кетті. Иіліп тұр екен. Барлығын өзіңіз бір размерде жасайым десеңіз, өзіңіз білесіз. Мен просто бір размермен жасадым. Ол принципиальный емес. Жай просто мына 50-55 грамм кезінде кішкентай, аккуратный болып көрінеді да. Если сіз граммсыз қоятын болсаңыз, ол кезінде үлкендеу болып кетеді. Поэтому айтып отқаным ғой. Өзіңіз білесіз. Айтпақшыдай. Тағы да айта кетейін, каналға лайк, подписка жасай кетіңіз. Осылай қамырларды бөліп аламыз. Менің инстаграм парақшам бар, бірақ онда букет туралы. Осы әсем букет дегенге кіріп көрсеңіз болады. Подарка жасайым десеңіз, достарыңызға обязательно кіріп, менің WhatsApp-ма жазыңыз. Бұл қазіргі таңда мен үйде отырғаннан кейін кішкене сіздерге өзім не жасап жатқанымды арасында шығарып қояйын дедім. Вот, енді осындай кішкентай скалка болса, өте жақсы бұған. Ішіне саламыз, жан-жағына су жағып, айналдырып, осындай құралыңыз болса, сызып алуға болады. Болмаса, вилкамен сызып алсаңыз да болады. Ол не принципиально. Вот, уже біз жайт етіп бастадық. Мен өзім жайт еткенде осылай жайт етемін. Үстіне май салып тұруыңыз керексіз, чтобы орта жағы қамыр болып қалмас үшін. Осылай өзіңіз қарап тұрасыз, қатты отында емес болу керек. Уже немесе дейіндеп жатыр екен. Видеомызда сіздер лайк, комментарий, подписка жасауды ұмытпаңыз, қоңырау жағын басуды ұмытпаңыздар. Осы уақытқа дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Қолдарыңызды байлаңыздар. Мұндай қысқыш болса негізі жақсы айналдыруға. Перчатка кішкене мені бүгіндікке құтқарды күйеуден. Қадір түні армандаған арман тілектеріңіз орындалсын. Осылай жолдастарыңызды қуанта беріңіздер. Сау саламатта болыңыз, аман болыңыз.